Міне, мынау менің алғашқы гидропоника өнімдерім. Міне осылайынан алсаңыздар, өздері міне бірігіп тұрады. Көрсеңіздер, міне осылайынан тамырларымен кесіп төрттілік малдарыңызға бере бересіздер. Міне. Ассалаумағалейкум, канал көрермендері. Мен сіздерге алдыңғы видеомда уәде беріп кеткендей, осы гидропоника әдісімен осына жем нелерді, яғни бидай, жүгері, арпа өнімдерін қалай өндіреміз, және де осындай гидропоника шөптерін қалай шығарамыз, сол жайында толық ақпарат беремін деп уәде берген болатынмын. Енді осы видеомда мен толық түсіндіретін болам. Мен осындай қылып өзім қолжетімді бағадағы қолжетімді дүниелермен осылай теплица дейді, парник, жылыжай өзім жасадым. Сода қазір осылай өндірудемін. Яғни бұл гидропониканың не себепті егеміз, және де бұның артықшылығы неде? Бұл гидропоника өнімдері мынандай өніп шыққан, осындай өніп шыққан нелердің, жемдердің астындағы ақ тамырлары және де мына шөптері өте пайдалы болып келеді. Бұл жаңағы сүт беретін ешкі болсын, сиыр болсын, сол жануарларға да өте сүттерін ұлғайтуға, одан кейін олардың иммунитеттерін жақсартуға көмегі көп. Сонымен қатар жаңағы азғын малдарды немесе бордақылайтын малдарды осы гидропоника әдісімен семіртуге де болады. Яғни бұда мынау 2-3 күндік кезінде осындай болып бойы көтерілген кезде сол кезде протеин көп болады. Сол протеиндерді мысалы үшін көптеп жесе, осыда витаминдің барлығы осы жерде болады. Бұл гидропоника өнімдерінен мысалы үшін осы табаққа 1 килограмм немесе 1,5 килограмм салатын болсақ, 7 күннің ішінде сол 1 килограммыз 7 килограмм шөпке айналады. Яғни құнарлы шөпке айналады. Астында жаңағы бидай өнімдерінің өнген тамырлары бар, ақ тамырлары, солармен барлығы өте тиімді және де өте пайдалы, төрттілік малдың организміне өте пайдалы шөптер болады. Мен де осыны өндіруді жаңадан бастадым, сонда көптеген қателіктер жасадым. Яғни қателіктерімнің бірі, менің ең басты қателігім, менде осыны жерім кішкентай болғандықтан мен осындай парник ретінде жасадым. Сөйтсем бұл парник тек қана қыс уақытында болмаса, жаздың күні негізі қажеті жоқ екен. Себебі бұнда температура негізі бір қалыпты болу керек. Бұл бидай өнімдері тез өніп шығу үшін 18 градустан төмен болмау керек, болмаса асып кетпеу керек. Бұл салқындықты өте жақсы көреді. Бидай өнімдері салқын уақытта егер егетін болсаңыздар, менде қазір тамырлары мысалы үшін өте аз болатын болса, егер де салқынға өсірсек, тамырлары да өте қалың болады и тез көтеріліп кетеді. Енді менде мысалы үшін ондай мүмкіндік болмағандықтан, қоятын жер болмағандықтан мен осы теплицаны жасадым. Енді алдағы уақытына арт жағын полный ашып тастап, орнына тор қоятын болам. Сол торда осы жерде ауа айналым болу керек, және де 18 градус, плюс 18 градусты сақтап тұру керек. Мен мысалы үшін қазір енді мына жер меніңкі ыстық болғандықтан, менде қазір күніне 5-6 рет су себуге мәжбүрмін. Егер де 5-6 рет су сеппесем, менде бұл гидропоника мысалы үшін алдында осылай сеппей көргем, сол кезде осылай қара болып қалды. Яғни бидайлар күйіп кетеді. Одан уже осындай болып сирек болып шығатын болады. Менің алдындағы қателіктерім осылар. Сонымен қатар мына жерде де тағы да бір қателігім, бидайды мысалы үшін өндірген кезде мен чұқа қылып жайып қойғам. Оның үстіне менде мына жерін ыстық болғаннан кейін ол тез беті кебетті кетеді. Сонымен өзінің влажность сақтай алмайды. Яғни ылғалдықты өте жақсы көреді. Менде одан кейін қазір енді жаңа әдіспен егіп атқандарым, мыналарымны қарап отырсаңыздар, видеода да көріп отырсаңыздар, бір келкі шығуда. Яғни бұларға қазір 3 күн болды. Мына 3 күндікте осылай шығып жатыр. Яғни бірінші күні өздеріңізге бір ыдыс алыңыздар, шелек болсын, бочка болсын, сол ыдысқа бірінші тазалап жуып аласыздар. Жаңағы бидайды немесе арпаларыңызды тазалап жуып аласыздар. Одан кейін
сол жуылған арпа бидайларыңызды марганцовкаге 15 минут салып қоясыздар. Марганцовканы мысалы үшін 10 литр суға шегенің ұшындай марганцовка жеткілікті. Сол 15 минут салып қоясыздар. Одан кейін марганцовкадан кейін тағы да оны қайтадан әктің суына 15 минут салып қоясыздар. Әктің суы не себепті? Себебі мынау арасында кейде плесендер пайда болады. Бактерия артық микробтарды өлтіріп тастайды. Содан да бұл жақсы өседі. Одан кейін тағы да бұның жаңағыдегі біле кететін жағдайы, бұл алғашқы бұқтырған кезде, мысалы үшін бір тәулікке бұқтырамыз дейміз ғой көпшілігіміз. Сол бір тәулікке бұқтырудың қажеттілігі жоқ, 8 сағат тұрса жеткілікті. Одан кейін 8 сағат тұрғаннан кейін оны бір қапшыққа сүзіп алып, сол қапшықпен ары бері аударып тұрасыздар 4 сағат сайын. Тағы да бір күн тұру керек. Бір күннен кейін алып, мына осылайынан жайып қоясыздар. Осындай жаңағыдегі тарелкаларыңызға жайып қоясыздар. Сөйтіп бұл жайғаннан кейін өзі осындай қылып, мынау қазір 2 күндік. Менде көріп тұрсаңыздар, ыстық болғандықтан бет жағының барлығы кеуіп кетіп жатыр. Бірақ аст жағы міне, аст жағы түгел тамырлап, аст жағы түгел тамырлап, уже 1 сантиметрдей тамыр пайда болған барлығында. Міне бетінің бәрі мысалы үшін қурап тұрса, асты түгел міне 1 сантиметрдей тамыр бар бәрінде. Міне осындай болып өніп шығады. Осылайынан 2 сутка осылайынан қойып қойыңыздар, 2 тәулік бойына бетіне қарамата жауып, сол қараматаның бетінен осындай су шашатын осындай бір құралма немесе баклажканы тесіп, сонымен шашсаңыздар да болады. Күніне алғашқы еккен кезде 4-5 мәрте шашып тұрыңыздар. Себебі бұл тез қурап кетеді. Одан кейін осының қасына кез келген наларға мысалы үшін общий бір 2 ламшқа де жетеді. Менде мына жер тар болғандықтан түнгі уақытта қосып қоятын. Қазіргі кезде светті үнемдейтін өзі ақ ламшкілер бар ғой. Соларды қосып қойсаңыздар болады. Міне осылайынан күніге осылай су сеуіп тұрасыздар. Содан мына шыққан өнімді өздеріңіз кесіп алып, өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызға берсеңіздер болады. Менде мысалы үшін көптеген қателіктер болды. Сол қателік арқылы адам алдағы уақытта жақсы өнімдер алады. Бірінші алғашқы қателескен кезде тоқтатып қоймаңыздар. Ең басты білу керек нәрсе сол. Бұл жерде сол алғашқы өндіру, одан кейін уақытылы су шашып тұру. Сол мәселелерін көптеп қолға алсаңыздар, ерінбесеңіздер, жақсы өнім және де өте пайдалы өнім беретін боласыздар 4 түлік малдарыңызға. Бағарларыңыз көбейсін. Егерде тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, 8702 509 91 63 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Мынау егерде жылқы малы немесе қоңы төмен азғын малдарды семірту үшін осындай қылып 2-3 күндік кезінде осындай ақ тамырлары жаңадан шығып, мына жерден енді мынандай құлақшалар пайда болып жатқан кезде, осы кезде берсеңіздер, малдарыңыздың қоңы тез орнына келеді, тез семіреді. Осы кез өте жақсы, ең құнарлы кезі осы кезін ақ тамырлардың жаңадан осындай 2-3 сантиметрге жетіп, бетінен осындай құлақшалар шыққан сәті ең керемет сәт бұның. Малды семіртетін болсаңыздар, осы кезде берсеңіздер болады.